Әйелдер мен қыздарға қатысты қорлық көрсету қазіргі таңдағы ең жойқын адам құқығы бұзылуының бірі. Осыған байланысты әлем бойынша зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы өтіп жатыр. Акцияның негізгі мақсаты зорлық-зомбылықтың жолын кесу бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы халыққа таныстыру, олардың полицияға деген сенімін арттыру және де қоғамдағы отбасының рөлін күшейту. Соның ішінде Қырғызстанда да бірқатар шаралар іске қосылып жатыр. 27 қараша күні Бішкекте жарық сәулесі әйелдер мен қыздар үшін қауіпсіз Қырғызстан атты интеллектуалды ойын өтті. Шараға 100-ден астам бақ өкілдері қатысқан. Соның ішінде Қырғызстандағы жетекші бақ өкілдері, блогер қауымы және баспасөз қызметінің қызметкерлері мен жастар ұйымының өкілдерінен 18 команда құралған. Бұл акцияда әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселелерін талқылаған болатын. Іс-шара журналистер мен белсенділер арасында әйелдер мен қыздарға қатысты зорлық-зомбылықтың барлық түрлерін жою бойынша жұмыстың маңыздылығын арттыруға көмектескен. Қорықпа, тоқтат, жаса ұранымен Қырғызстанның бақ өкілдерінде гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күндік науқан жайлы жарыса жазып жатыр. Соның ішінде Қырғызстандағы Азаттық, Говори ТВ, Хабар, СТВ Қырғызстан, Алату, тағы басқа телеарналар мен газеттер атсалысып жатыр. Гендерлік даму жөніндегі ұлттық кеңес отырысын акцияға байланысты конференция, іс-шаралар мен кездесулерді бірінші жеткізуде. Хабар Қырғызстан мен Азаттық сайттарында 16 күнге созылған бұл акцияда аудандағы барлық білім беру мекемелерінде зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында полиция қызметкерлеріне ақпараттың дер кезінде жеткізу керегін жазуда. Сонымен қатар әрбір азаматқа ұялы телефонына «Менің учаскелік полициям» немесе «Менің учаскелік инспекторым» электронды қосымшасын жүктеп алуға кеңес береді. Айта кетейік, жыл сайынғы акция Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында 1999 жылы бекітілген болатын. Науқан 25 қараша әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты жоюдың халықаралық күніне орай басталып, 10 желтоқсан халықаралық адам құқықтары күніне аяқталады. Соңғы жылдары Қырғызстанда әйелдерге қатысты күш көрсету көбейген. Статистикалық мәліметтерге сәйкес Қырғызстанда 2020 жылы 21 әйел, 2021 жылының басынан бері бірнеше әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтан көз жұмды. Қырғыз Республикасындағы Біріккен ұлттар ұйымы өз бағдарламалары арқылы гендерлік зорлық-зомбылықты жою және гендерлік теңдікті ілгерілету бойынша жұмысын жалғастыруда және көмектесуге дайын. Жасыратын түгі жоқ, тұрмыстық зорлық-зомбылық қоғамның қасіреті десек артық айтқандық емес. Өйткені оның салдарынан анада, балада зардап шегіп, бақытсыздыққа душар болып жатыр. Сондықтан бұндай жайттарды болдырмай алдын алуымыз қажет. Сонда ғана қоршаған ортамыз гүлденеді.